Бүгін біз сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын чизкейк дайындаймыз. Ең алдымен осындай 18 диаметрлік форма дайындап аламыз. Осылай пергамент қағазымен қаптап, кольцомен қыстыратын боламыз. Сіздерде бұндай форманың асты болмаса, кардонды осындай 18 диаметрді түзулеп кесіп алсаңыздар болады. Міндетті түрде сыртын осындай фольгамен қаптайтын боламыз. Осылай формамызды дайындап аламыз. Ең алдымен песочный тестамызды дайындаймыз. 180 грамм ұнымызға 40 грамм миндальный мука қосамыз. Оған 100 грамм сахарная пудра қосамыз. Сәл тұз қосамыз. Кішкене ванилин қосамыз. Және 75 грамм сары майымызды қосамыз. Сары майымыз холодильниктен, яғни тоңазытқыштан шыққан болу қажет. Бәрін жақсылап араластырамыз. Осылай қолымызбен мыжып жақсылап араластырып аламыз. Осындай біркелкі масса болған соң, үстіне 35 грамм жұмыртқа қосамыз. Менікі үлкен бір жұмыртқа. Жақсылап араластырып қамыр илейміз. Осындай жұмсақ, әдемі қамыр болу қажет. Сәл осылай илеп аламыз. Қатты көп илеудің қажеті жоқ, себебі біздің сары майымыз еріп кетуі мүмкін. Осылай біріктіріп алып, осындай пергамент қағазына түсіріп, біркелкі қылып жайып аламыз. Осылай оқтаудың көмегімен жұқалап жаямыз. Дайын болған қамырымызды алдын ала қызып тұрған 160 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Осылай пісіріп аламыз. Менің негізі шеттер кішкене күйіңкіреп қалды. Осыны блендерда ұсақтап аламыз. Оған 40 грамм еріген сары майымызды қосамыз. Үстінен 35 грамм сүтімізді қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып, біркелкі масса жасап аламыз. Дайын болған песочный тестамызды осылай қысып, жинап, кольцомызға бортик және түбін тегістеп дайындап аламыз. Творожный массамызды дайындағанша мұздатқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Бөлек ыдысымызға 500 грамм творожный сыр салып аламыз. Оған 80 грамм сахарная пудра қосамыз. 20 грамм ванильный сахар қосамыз. Және 20 грамм крахмал қосамыз. Крахмал міндетті түрде жүгерінікі болу қажет. Бәрін жақсылап біркелкі қылып араластырып аламыз. Араластырып алған соң 55 грамм жұмыртқа қосамыз. Менікі өте үлкен жұмыртқа. Сіздердің жұмыртқаларыңыз кішірек болса, екеуін пайдалансаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң 55 грамм сливки қосамыз. Яғни 33%-дан жоғары клейгей. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Творожный массамыздың 3/1 осындай кондитерлік қалташаға салып аламыз. Қалған бөлігіне 70 грамм вареная сгущенка қосып, жақсылап араластырамыз. Печеньямыздың үстінен саламыз. Салып болған соң кондитерлік қалташаға салып алған творожный массамызды бөлек осылай айландырып сығып жағып шығамыз. Қасықпен салатын болсаңыздар, сгущенка араласқан массаға бірігіп кетуі мүмкін. Сол себептен осындай кондитерлік қалташаға салып, осылай қасықпен бір тегіс қылып жайғандарыңыз дұрыс болады. Алдын ала қызып тұрған 120 градуста духовкада 1,5 сағат пісіріп аламыз. Оған дейін бетіне малинамызды дайындап аламыз.
150 грамм малинамызға 20 грамм құмшекерімізді қосып қайнатып, блендерден өткізіп аламыз. Блендерден өткізген соң 4 грамм желатинға 20 грамм су құйып бұқтырамыз. Оны бірден осылай ыстық малинамызға салып жібереміз. Сөгіде бірден еріп кетеді. Және де 1 шай қасық крахмалға 30 грамм су құйып жақсылап араластырып, қосып, сәл кішкене ысытып аламыз. Крахмалымыз 1 шай қасық болу керек, яғни 5 грамм. Сәл салқындаған соң осылай творожный чизкейгіміздің үстінен құйып шығамыз. Толық суығанша холодильникке 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Дайындап көруге кеңес беремін. Түрі онша әдемі болмағанымен дәмі өте керемет болып шығады. Кесетін чизкейкті міндетті түрде пышағымызды ыстық суға салып ысытып аламыз. Сол кезде чизкейктеріңіз оңай және әдемі болып кесіледі. Мен бортиктарын артық жерін алып тастадым. Менің бортиктарым көп болып кетті. Сіздер сәл төмендеу қылып жасасаңыздар болады. Негізі осы творожный чизкейкті 18 диаметрда пісіруге кеңес беремін. Сол кезде осындай томпақ әдемі болып шығады. Бір жасағаннан шығатын чизкейк дайындап көруге кеңес беремін. Дәмі енді өте керемет болып шығады.